көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Көңіл күйлерің жақсы болатын болса, қазір бірінші сабағымызды бастамас бұрын 3 топқа бөлініп алайық. Қазір рет-ретпен маған келіп, мына жерден компьютер аламыз. Қан алайық. Келейік, компьютер алайық мына жерден. Осы компьютер болғанша қызыл компьютер алғандар 1-ші топқа, сары компьютер алғандар 2-ші топқа, көк компьютер алғандар 3-ші топқа отыра қалайық. Топқа бөліндік бұл. Ал енді топқа бөлінсек, қасымыздағылармен бір-бірімізбен жақсы бүгінгі сабақта жұптасып, топтасып, әдемі сабақ барысын жақсы өткізуге тілектеспін. Енді сабақты бастамас бұрын бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашып алайық. Тақырыбымызды ашу үшін Білім Лab сайтынан видеоролик көрсетемін. Сол бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбын және мақсатын ашып алайық. Тұйықталған тізбек электр тізбегі деп аталады. Шартты түрде тоқ батареяның оң полюсінен сол полюсіне қарай ағады дейміз. Бірақ іс жүзінде тізбектегі электрондар тоқтың шартты түрдегі бағытына қарсы бағытта қозғалады. Себебі олар теріс зарядталған. Зарядталған бөлшектердің тоқ көзінің оң полюсінен теріс полюсіне қарай тізбек бойымен реттелген қозғалысқа келген кезін тізбектің тұйықталуы дейміз. Ауыстырып қосқыш ашық болған кезде тізбек үзіледі. Сол себепті ешқандай тоқ ағыны болмайды. Мұндай әсер тізбектегі сымдардың кез келген біреуі үзілген уақытта пайда болады. Электр тізбектерін оңай жолмен көрсету үшін әртүрлі элементтерді бейнелеу мақсатындағы суреттерді емес, белгілерді қолданамыз. Бұл тізбектегі электр шамының жануы үшін тізбектің ұштары тоқ көзіне, мысалы, батареяға жалғану керектігін білдіреді. Ауыстырып қосқыш тұйықталғанда шам жана бастайды. Кернеу көзімен әртүрлі электр құралдарынан. Жақсы балалар, енді бұл видеодан не көрдік барлығымыз? Шамның жануы, тоқ көзін көрдік. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр тоғы және тоқ көздері, электр тоғының тоқ күші тақырыбы екен. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша оқу мақсаттарына тоқталып кетейік. Бүгінгі сабағымызда не өтуіміз керек? Электр тоғының ұғымын және электр тоғының пайда болу шарттарын түсінуіміз керек. Электр схемасын графикалық бейнелеуде электр тізбегі элементтердің шартты белгілерін қолдана білуіміз керек екен. Олай болатын болса, қазір енді бүгінгі сабақ бойынша жаңа сөздермен танысып кетейік. Кітабымызды ашайық. Қос тілді оқулық жатыр алдарымызда. Қос тілді оқулық бойынша мен сендерге жаңа сабақ бойынша қазір таратпа материалдарды таратам. Сол бойынша жұптасып тез бос орындардың орнына жаңа сөздерді тауып жазамыз. Бұл термин орны жұмыс болды. Қос тілді оқулықты ашамыз, соның ішіндегі жаңа сөздермен танысамыз. Жаңа сөздердің аудармаларын сендер бұрынғы ағылшын тілінен бұрынғы 5-ші класстан бастап сендердің сөздерді қандай екендігін білесіңдер. Білетін сөздерді өздерін жазамыз. Білмейтін сөздерді қос тілден қарап тексереміз. Аудармаларын жазамыз. Кімде қай сөзі түсінік сөз? Түсінікті ма барлық сөздер, түсініксіз емес па? Қос тілді оқулықтар барлық аудармалары бар. Қарап іздену керек. Егер қатты таппай жатсаңдар, сөздікті қолдануға болады. Ұялы телефондарынан.
Жазып болып қалдық ма? Иә. Тез жазамыз қан. Уақыт жақында қалдық. Жазып болсақ бәріміз тақтаға қараймыз. Енді парақтарымызды қасымызда отырған жұпымызбен ауыстырамыз. Тез парақтарымызды ауыстырамыз жұпымызбен. Ауыстырдық па? Енді тақтадағы дұрыс жауаптармен, аудармалармен тексереміз жұпымызды. Бір-біріміз қателеріміз тексереміз. Бір-біріміздің қатеміз тексереміз. Тексердік па? Иә. Нұрбек, жұбың қатесін тексердің ба? Қай сөзден қатені жаздық па? Толық жаздық ма? Қатесі бар екен бір қате. Қай сөзден? Өткізгіштің орысшасы. Өткізгіштің орысшасы жаздық. Тақтадан Гүлнұр, тақтадан қатеңді толықтырып, дұрыстап қоя. Мақпал. Қатесі жұбыңыз. Менің жұбым электр тоғы электр зарядын дегенде қате жазып. Қате жазып ма? Өте жақсы. Келесі. Үшінші топтан сұрайық. Менің жұбым электр тоғынан қателескен орыс тілінде. Орыс тілінде. Өте жақсы. Барлық қарақтырым, барлық бір қатеден бар сияқты. Енді осы қателерімізді тақтадан дұрыстап, толықтырып жазып алайық. Ана балалар барлығымыз тақтаға қарайық. Электр тоғы дегеніміз не екендігін жалпы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп кетейік. Электр тоғы зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы дейді. Енді тоқ болу үшін қажетті шарттар. Тоқ болу үшін ең бірінші еркін ку заряд бар болу керек. Одан кейін электр өрісі бар болу керек. Сол кезде біз тоқ пайда болады екен. Енді қараңыз, тоқтың әсерлері төртке бөлінген жылулық әсері болады, химиялық әсері болады, магниттік әсері болады, сосын физиологиялық әсері болады екен. Енді бұл жерде түсінікті шығар, жылулық әсері біз күнделікті электр тоғымен жылу аламыз. Химиялық жолмен жалпы кезде электролиз оны алдыңғы сабақтарда өтетін боламыз. Магнитті алдыңғы сабақтарда өтеміз. Электр тоғының магниттелуі бұл завод, фабрикаларда көбінесе, болмаса техникаларда көптеп қолданылады. Физиологиялық бұл жерде адамды емдеу жалпы кезде электр тоғын медицинада қолдану болып табылады. Енді электр тоғы өткізгіштің бойымен жүрген кезде, өткен кезде оның бойында белгілі бір заряд тасымалдаған кезде электр тоғының тоқ күші болады екен. Тоқ күші ағылшынша айатпен белгіленеді. Заряд бөлінген уақытта болады екен. Оның өлшем бірлігін А-әрпімен белгілейміз. Амперметр тоқ күшінің сызбадағы шарттық белгісі жалпы айтқан кезде үлкен А-әрпімен белгіленеді екен. Оны қазір тәжірибе жұмыстарында схема құрастыру кезінде жұмыс жасайтын боламыз. Түсінікті ма? Енді балалар дәптерді ашайық барлығымыз. Дәптерді ашып, жалпы айтқан кезде білімлар сайтынан бірінші және екінші жазылуларды орындайық. Әрқайсымыз орнымызда отырып, жеке орындайық, дәптерге орындайық. Енді қарайық. Мына бірінші жаттығуда мына суреттердің қайсысы тоқ ағыны орын алатын электр тізбегін көрсетеді. Тізбекті табамыз, қайсысы дұрыс берілген сол тізбекті табарда екенбіз мына жерде белгілеп табасыздар. Бірінші сурет па, екінші сурет па, үшінші сурет па, төртінші сурет па, қай тізбекте электр тізбегі дұрыс екендігі кәдімгі ойланайық, дәптерге жазайық. Орында болдық па бірінші жаттығуда? Бірінші жаттығуда орында болса, кім шыға тақтаға? Шыға ғой. Бірінші жаттығу қай тізбек дұрыс екен? Бәріміз қараймыз. Қайсын белгіледі? Үшінші суретті, үшінші сурет бөлшекті. Үшінші сурет белгіледі, дұрыс екен. Дұрыс екен? Барлықтарын осы таңдадыңдар ма? Өте жақсы отыра ғой. Дұрыс белгілегенің үшін. Енді келесі екінші жаттығуды орындайық.
Сұлбаға қажетті бөлшектердің аттарын таңдаңдар. Сендер кітаптарда тұр. Бұл сұлбалардың қайсысы екенін. Мына жерден аттарын ағарып қоямыз. Қай сұлба қайсысы екенін тез орындаймыз. Орындап болдық па? Мен çıkan olmaz. Neyi çıkalım? Öyle çıkalım. Birisi kaçsın gel. Anlamı ne? Bakın, elektrik şamını aldın da. Evet. Elektrik şamı birisini. Dұрыс берген. Енді екіншісі басқа топтан шықсын, екіншісіне. Қайсысы? Ажыратқышты бергенші. Дұрыс па ажыратқыш? Барлықтан осы таңдалдыр ма? Қойып көрейік. Dұрыс екен. Үшінші топтан. Екінші топ. Жетендірік шаттамыз. Сымды белгілетіп. Төртінші топтан екінші топтан шығады. Батарея дейді, қаны қойып көрейік. Өте жақсы дұрыс. Сонда біз оқу мақсатындағы екінші электр схемаларын құрастыру қолдана біледі екенбіз. Қандай шамалар екенін. Енді келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Тоқ күші бөліміндегі бірінші жаттығу. Бос орындағы тиісті сан мәндерін қоямыз. Формулаға салып, арнайы есептейсіңдер. Қазір 2 минут уақыт беремін. 2 минут уақыт есептеп, әр топтан бір оқушыдан орын-орынға сан мәндерін қоямыз. Білімнің сайтының өте тиімділігі біз тапсырманы орындап біткеннен кейін өзін-өзі тексеру жұмыстарын жүргізуге болады. Кім қате орындады, кім дұрыс орындағандығы туралы. Орындап болса, электрондар санына бірінші кім шығады? Мен шығады. Біріншісіне. Біріншісіне алды. Tamam. Aha. Екіншісінен? Бірінші тұрған. Жақсы отыра ғой. Келесі, екінші тапсырмаға кім шығады? Ағып жатқан зарядқа кім шығады? Шыға ғой. Келесі. 160. Өте жақсы отыра ғой. Келесі. Қайсысы болады? 20. Үстіген, өте жақсы отыра ғой. Келесі. Енді келесі шыға ғой. Келесі. Топ күшін ақтап отырға, я? Біріншісінде 4 дейді. Келесі. 0,100-ден. Өте жақсы отыра ғой. Бұл тапсырманы орындап бітсек, енді келесі тапсырмаға көшейік. Өте жақсы. Келесі тапсырма мен сендерге қазір тоқ көздерін беремін. Бұл жерде батарейка, жалғағыш, өткізгіштер, сымдар,
кейін кілт, одан кейін бәрімізді қазір қаламсаптарымыз бар, қаламсап. Осы жерде кітаптағы 81-ші беттегі тапсырманы орындаймыз. Әрқайсыларына жарық көзі, батарейка топ болып бірлесіп жасаймыз. Тапсырманың біріншісінде ажыратқышты қойып шамды жағып көресіңдер, екіншісінде ажыратқыштың орнына қағаз қойып көресіңдер, үшіншісінде жалпы призманың орнына қалам қойып көресіңдер. Өткізгіш, жаңа жағбайда шамды жағып Bir-birine жалғаймыз, мынау жалғанады. Надан кейін мана апарып істейміз. Шамға жалғайсың. Мына шамға жалғаймыз, мына жерге жалғаймыз да. Мына екеуін батарея. Да батарейка. Суретке қараймыз, суретке қараймыз. Наннаға. Анан көтөрүп көрсөң анан. Көтөр. Ey bu diyor seni dedi. Tamam. Hadi sen atsın. Ay şimdi bunu konuş, bunu konuş. Kimin? Мына топ жақты, қазір Анан көтөрүп көрсөң анан. Көтөр. Ey bu diyor seni dedi. Tamam. Hadi sen atsın. Ay şimdi bunu konuş, bunu konuş. Kimin? Мына топ жақты, қазір енді қарайсыз. Жағамыз. Мына топта шам жанып тұр, Енді мынау ажыратқыштың орнына әр топта бар құралдар, мынау пластмасса, сызғыш, қалам, қағазды мына ажыратқыштың орнына қойып жасап тексеріп көресіздер. Бұл топ. Үшінші топта жақты. Екінші топта, бірінші топта жақты, Енді бірінші топ мынау ажыратқыштың орнына қалам, мынау қағаз қойып көресіздер, мынаның орнына мынаны алып қағазды. Сол кезде лампымыз шамымыз жанады, жанбаймыз. Жанды,
Al endi birev. Olsa bäriz beri garayıp. Sen bäriz beri garayıp. Ortalarımızga oturayıp. Tajribe yüzünde jasap gördük ya balığını ya. Al endi ballar. Her topga men her türlü ne jasap? Bir top kagaz, bir top kalam, bir top metal sızgıç koyup ajratып болмаса кілттің орнына осы өткізгішті пайдаланып көрді. Сол кезде электр тогы қалай болғандығы, шамның жанған жанбаған туралы әркім өз ойларын айтып кетсін. Бір оқушыдан. Кәдімгі мына топтан кім айтады? Жан айта ғой. Біз басында ажыратқышпен жандырды, сол кезде жанды, бірақ қағазбен жандырған кезде Қағазбен жанбады. Нұрбек, не себепті қағазбен жанбады? Айтып кетші. Себебі қағаз тоғы. Себебі қағаз өткізгішке жатпайды екен, я? Өте жақсы отыра қой. Келесі топтан. Кім айтады? Жарық көрдік, екінші сырышпен жақпаған жағынан өйткені ол пластмасс электр тогын өткізбейді екен. Барлықтарын жеке-жеке жасап көрдіңдер ғой? Келесі, үшінші топ кәні? Дана, айта ғой. карандашпен жағып көрдік, ол кезде жанбады, одан кейін Бұл неге жанбайды деп әбден әурелендіңдер, маған ағай деп қайта шақырдыңдар, е? Ал енді, екінші, немен жақтыңдар? кілтпен жағып көрдік, сол кезде жанды. Кілтпен жақтық. Одан кейін мен, Одан кейін қалың орындармен қойып көрдік, сол кезде жарық жанды. өте жақсы, жарық, шамы жан деген. Сонда, енді балалар, бұдан шығатын туынды, жалпы айтқан кезде электр тогын жақсы өткізетін нелер болып саналады екен? Өткізгіштер, металдар болып саналады екен, я? Бізге енді пластмасса, резина, болмаса қалам, ағаш өнімдері электр тогын не істейді өткізгіштер болып саналады екен. Енді қазір мен сендерге 3 топқа 3 тапсырма беремін. Қараймыз. Бірінші топқа электр тогы дегеніміз не? Электр тогының пайда болу шарттары. Екінші топ электр тогының әрекеті, әсерлесуі жаңағы 4 түрі, я? Одан кейін үшінші топқа ток көздерінің түрлері. Қазіргі таңда қолданып жүрген біздің ток көздерінің түрлері туралы 3 топ кәдімгі өздерінің ойларын жазып көрсетіңіздер. Сурет салам дейтіндер ма, ереже жазам дейтіндер ма, әр топ өз ойларын жазып. Бірігеміз, жұмыс жасаймыз, орындаймыз, білмеген нәрселерімізді сұраймыз. Интернет желісін пайдалансаңдар да болады. Электр тогы деген өте қызық тақырып.
Tanrıbek atsalsan ізденеміз кітаптан оқимыз. Біреу ана жерде қолдан келмесе кітаптан сабақасын қорғайтын нелерді жобаларында қарастырып айтқандар болады. Үлкен заводтарда бар ғой, магний кемір көпіршілігін алып бірінші сол жердерді қолданады. Тоқпен азырақ Болып қалып па, жағында қалып па? Бір минут уақыттарыңыз қалды, izlediniz. Toplar жақсы, әр топ өзінің жұмыстарын білсек, кезектесен бірінші топтан бастап өз жұмыстарымызды қорғайық. Ортаға шығайық, жұмыстарымызды берейік. Электр тогы дегенimiz зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы. Электр тогы электр станцияларынан шығарылып, ауылдарға, қалаларға жеткізіледі. Ток көзінің түрлері. Бұл жерде аккумулятор және galvani элементі және термоэлемент. Электр тогын қолданған кезде міндетті түрде қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Себебі түрлі жайттарға ұшырауымыз мүмкін. Ең бірінші қауіпсіздік ережесі ол бірінші аппаратты өшіріп алу. Электр тоғымен қолдану кезде арнайы резеңкелі қолғап кию керек. Себебі тоқты өзіне тартып алады.
және де өзіңе денсаулығыңа зиян тимейді. Өте жақсы. Бірінші топтың жұмыстарына Атып кеткен жағдайда орағышпен орап қою керек. Әйтпесе тоқ шашырауы мүмкін. Біз жалпы айтқан кезде үйдегі ашық тұрған электр сымдарын орағыштармен, изолентмен орап қоюымыз керек. Өте жақсы. Бірінші топ қойды. Екінші жұмысын орғайық. Тыңдайық барлығымыз. Электр тоғының әрекеті, яғни төртке бөлінеді: жылулық, химиялық, магниттік, физиологиялық. Жылулық пештерге, мысалы, үй жылытқыштары, яғни лампа пеш жатады. Электр тоғының әрекеті, химиялық әрекеті, электрондық затты бөлуге болады, мысалы, картоп, лимон, тағы басқалары. Электр тоғының әрекеті магниттік машиналарда болады, яғни генераторлар. Физиологиялық әрекеті медициналарда көп кездеседі. Олар адамдарға Мысалы, физиотерапия. Қазіргі таңда осы физиология жалпы айтқан кезде аппараттар өте көп. Электр тоғымен жұмыс жасайтын массаж жасайтын аппараттар көп. Физиотерапия дейді, жалпы айтқан кезде МРТ деп жатырмыз. Көптеген жалпы айтқан кезде медицинадағы приборлардың барлығы электр тоғының жұмысымен жұмыс жасайды екен. Өте жақсы. Көздердің түрлері: тұрмыстық жағдайда қолданылатын теледидар, компьютер, телефон, картоп және тефай, шаш кептіргіш және қысқа толқынды пеш, су жылытқыш құралдары, DVD, Тігін мәшинесі мен және қуаттағыштар. және тағы да басқа. Олардың барлығын қолданғанда ең алдымен қауіпсіздік ережесін сақтаған жөн. Қауіпсіздік ережесін сақтаған жөн және денсаулығыңызға қауіп төнбейді. Өте жақсы балалар. Жалпы айтқан кезде электр тоғымен жұмыс жасаған кезде ең бірінші не істеуіміз керек екен? Қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек екен. Өте жақсы. 3 топқа дейін. Жақсы белсенді атсалысты. Енді сендерге оқушылар сұрақ. Жалпы айтқан кезде бұл әдіс электр. Енді балалар, сабағымызды қорытындылау мақсатында сендерге атмосфераны орнату деген әдіс арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында 2 сұрақ қоямын. Сол сұрақтарға барлық топ болмай, әр қайсымыз топ бірлесіп, осы 2 сұраққа жауап іздеп көрейік. Ал енді бірінші сұрақ: электр тоғы болмаған кезде қазіргі әлем қандай күйде болатын еді? Электр тоғы қазіргі заманға дейін болмаған кезде әлеміміз дамымас еді, және де көптеген жетістіктерге жете алмас еді. Өте жақсы. Екінші топтан кім айтып көрейік? Қазіргі заманда электр тоғы болмағандықтан қазіргі қолданып жүрген компьютер, телефон, интерактивті тақталар болмас еді. Өте жақсы. Отырамыз. Келесі топтан. Электр тоғы болмаған кезде біз қазіргі Киіз үйде тұратын едік дейді. Баяғыдай майшам қолданып, былай жеткізді телевизор көре алмай жүретін еді. Ал енді келесі сұрақ: қазіргі таңда электр энергиясын өндіру жолдары қалай дамып келе жатыр 21 ғасырда? Қане, бірінші топтан кім айтады? Күн энергиясы. Күн энергиясы ол сатылмайтын энергия. Күн энергиясы неде? Экспода пайдаланылады. Өте жақсы. Отырамыз. Келесі топтан. Атом электр станциялары қазіргі кезде кішкентай ғана өнімді жағы, үлкен өнім алу. Жел энергиясы. Өте жақсы, өте дұрыс. Алматыға бара жатсаңдар, жолдың бойында жел энергетика станциясы орналасқан, балалар, өте жақсы бүгінгі сабаққа белсене қатыстыңдар. Енді бүгінгі сабақ бойынша қазір маған менің поштама хат қалдырасыңдар. Бүгінгі сабақ қалай болды, не түсіндіңдер, не түсінбеген туралы ашық хат әдісі арқылы өз ойларыңды жазып білдіресіздер. Қазір мен сендерге әдемі қағаз таратып беремін. Сол қағазға кәдімгідей өз ойларыңды жазып бересіңдер.
күтем, кәдімгі өз аттарын жазып, болмаса жазбасаңдар да болады. Я кім қалай түсінді өз ойларыңды жазып, менің поштама хат жазыңдар. Ол әдіс ашық хат әдісі. Сендер жаза беріңдер. Балалар, енді бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарың үшін сендерге қалыптастырушы бағалау арқылы жалпы айтқан кезде барлықтарыңды бүгінгі сабаққа қатысқандарың үшін мен сендерге өте жақсы деген баға қою арқылы сендерге өз рахметімді білдіргім келеді. Өмірлерің осы кәмпиттей тәтті болсын дегім келеді. Жазып болсақ, кезек-кезекна поштаға кәдімгі бүктеп, өздерінің аттарыңды жазып қалдырамыз. Жақсы балалар, енді жазып болсаңдар, кері байланыс парағын маған поштағы жәшігіне салып өткізіңдер кезектен. Жақсы балалар, енді менің пошта жәшігім жалпы кезде толды. Енді осы пошта жәшігіндегі бүгінгі сабақ бойынша кем бетіктер болмаса кімге ұнаған жерлер болса, соны өзім оқып, ары қарай кері байланыс жүргіземін келесі сабақта. Бүгінгі сабақ бойынша үй тапсырмасы осы электр өткізгіш, электр тоғы көздері, үйдегі электр тоғында жасайтын тоқ көздерімен жұмыс жасап, қандай үйдегі электр тоғының аспаптары бар екенін алуға жинап береміз. Сабақ бітті. Сендерге көп рахмет. Сау болыңдар.